Балақай, сен кімнің баласысың? Ғалымжан, Ғалымжан кімнің баласы? Кенжебек атаның. Бәрекелді. Достар, естеріңізде болса, ертеректе үлкендеріміз бізге осы сұрақты жиі қоятын. Неліктен деп ойлайсыздар? Мұның астарында терең тәрбие, мән мағына жатыр. Яғни, ел танудың басы осылай басталатын. Қазақ халқының тәрбиелік дәстүрлерінің бірі әрбір ұрпаққа жеті атасын үйрету. Бұл тек тектілікті тану ғана емес, ағайын арасындағы бірлік пен ынтымақты нығайтатын маңызды қағида. Жеті атаны тану рухани білімнің бастауы. Оны білу арқылы бала біріншіден ата-бабаларының кім болғанын, немен айналысқанынан хабардар болса, екіншіден қан тазалығы. Тегін білген жігіт өзінің болашағына да аса үлкен құрметпен қарайды. Тектіліктің сезімнен де биік тұратынын түсінеді. Себебі Жәнібек ханның бұйрығынан бастау алған жеті атаға дейін қыз алыспау дәстүрі қазақтың берік ұстанымы. Ол бұзылған жағдайда бұндай некеден туылған баланың психологиясында ауытқушылық болып, кемтар болу қаупі жоғары. Жалпы қазақ жеті атаны былай санайды: бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат, жекжат деп атаған. Ал қыздан туған бала қазақ дәстүрінде жиен деп аталады. Жиеннен кейінгі ұрпақтардың да өз атауы бар. Олар жиен, жиеншар, дегеншар, көгеншар, көбеңшар, төбеншар, өлеңшар деп жалғасады. Жеті атасын білмеген адам өзінің ата-баба жолын, шыққан тегін білмеген болып саналады. Яғни мұның астарында өз тегінен ажырамау керек деген ұғым жатыр. Сондықтан балаңыздың жеті атасын білуіне жіті көңіл бөліңіз.